Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сіздермен бірге Дәке Тич арнасының авторы Сұраған Дәуіт. Бүгін сіздерге жасанды интеллекттің бір өте бір ерекше технологиясы бар, сонымен таныстырамын. Бұл қандай технология? Мәтінді сөйлету деп аталады. Яғни сіз мәтін бересіз, оны сөйлейді. Енді қараңыздар, сіздер білесіздер, Алиса бар, осы технология бойынша жұмыс жасайды. Енді сіздерге көрсетейін, қалай біз мәтінді сөйлете аламыз. Екі түрі бар сөйлетуге. Міне, старт дегенді басамыз, voice дегенді таңдай берейік. Дауысты таңдаймыз, запустить дейміз. Сосын жерден дауыс таңдаймыз. Мұнда KZ деген ол қазақша, Дәулет және Айгүл деген ер және әйел дауыс бар. Бұл жерде әлемнің бүкіл тілі бар, ер және әйел бойынша дауыстар. Мысалға мен Айгүлді таңдаймын. Сосын сөйлеу жылдамдығын қоя аламыз, тональдылық қоя аламыз. Егер минусқа апарсаңыздар, онда дауысы жуан болады, жіңішке болады. Сол сияқты. Сөйлеу жылдамдығы тез сөйлейді, және баяу сөйлейді. Дауысты таңдадық, міне. Сосын мәтінді жібереміз. Ой, бізде жасалмай жатыр. Мәтінді аудиоға түрлендіру үшін Дәуіт сұраған арнасына тіркелу қажет. Арнаға тіркелеміз, артқа қайтадан келеміз, мәтінді қайтадан жібереміз. Бізге аудио жіберді. Тыңдаймыз. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Аудионы қалай сақтаймыз? Оң жағын басамыз, сосын сохранить как деп басамыз. Сосын сохранить етеміз. Егер сізге басқа да дауыстар келіп болса, басқа тілдер, мысалы ағылшын, орыс тілі, қырғызша, өзбекше, бүкіл тіл, онда дауыстарды қайтадан басасыз да, мына жерден дауысты таңдайсыз. Мысалға маған ағылшынша керек. Hello guys. Бұл бізде мәтін сөйлету ботын, менің ботым, қолдансаңыздар болады. Сіздерге телеграм ғана керек. Келесі бізде Яндекс ұсынған. Мына жерде мен астында сілтеме қойып кетемін, описаниеде соған кіріңіз, сосын жерде попробовать бесплатно дегенді басыңыз. Speech Kit деген тұр. Соның үстіне басыңыз. Сосын синтез речи дегенді басамыз. Настроить синтеза деген бар. Қазақ тілін қоямыз. Басқа да тілдер бар мұнда. Иврит, английский, немецкий деген сияқты. Біз қазақшасын таңдаймыз. Сосын мұнда 3 дауыс бар. Амира, Сәуле, Мади деген. Бұл бізде Амира деген қазіргі Яндекс қазақша сөйлейді, осы Амираның дауысымен. Мысалға Амираның дауысы керек. Сосын мына жерден скорості өзгертсек болады. Мына жерде тұра берсін. Forward MP3 болды. Мына жерден синтезировать и воспроизводить дегенді басасыз. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Болды. Сосын мына жерде загрузить деген бар. Сосын кез келген жерге сіз өзіңіздің сақтап ала аласыз. Мәдидің дауысы бар. Мәдидің дауысымен керек. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырып түсінікті болды. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Негізі сөйлем дауысы қатты анық болмаса да, адамға ұқсайды. Тағы да сабақтар бар, жасанды интеллект бойынша. Сол сабақтарды қапы қалдырмау үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар, әріптестер. Сау болыңыздар.